بسم الله الرحمن الرحيم. Исаның түсуіне қатысты логикалық қателіктер. Әзіреті Иса пайғамбар алейхиссалам шынымен де көкке физикалық түрде көтерілді делік. Яғни қасиетті Құранның бірде-бір аятында Иса аспанға көтеріліп кетті делінбегеніне мән бермейік. Сондай-ақ оның қайтыс болғанын тура және жанама түрде дәлелдейтін 30 шақты аятты ысырып қояйық. Сонымен Иса алейхиссалам шынымен аспанда деп есептейік. Бірақ жер домалақ болғандықтан аспан жерден қай бағытта екенін ешкім анықтай алмайды. Қиялға ерік беріп, Иса супермен секілді ғарышта қалықтап, атмосфераның ең сыртқы қабатына, экзосфераға, жер бетінен шамамен 190 мың шақырым биіктікке жетті делік. Бұл айға дейінгі қашықтықтың жартысы. Сол қабаттарда жерді айналып жүретін 8 мыңнан астам спутниктер және ғарыштағы қоқыстар оған тимейді деп есептесек те, қарапайым сұрақ туындайды. Ол онда қалай демалады? Альпинизммен аздап болса да таныс адам 8000 метрден жоғары биіктікте оттегінің аз болатыны соншалықты организмнің жасушалары біртіндеп өле бастайтынын біледі. Сондықтан бұндай биіктікті өлім аймағы деп атайды. Және мұндай аймақта жұмыс істеу үшін арнайы тыныс алу аппараты қажет. Енді елестетіп көріңіз, Иса қай жақтан ұшып келсе де, оның кеңістік аралық сапарын еш айтпасақ та, Исаның жерден шамамен 190 мың шақырым биіктіктен түсуі қалай болмақ? Елестетіп көріңіз, адам кенеттен халықаралық ғарыш станциясынан катапульттанып кетті. Және оның үстінде арнайы киімі, скафандры болмады делік. Ол бірден өлмейді, бірақ оның миына оттегісіз қан барып тұрғандықтан ол 15 секунд ішінде есінен танып қалады. Егер ол осы күйде 2 минуттан артық болса, онда оның барлық дене мүшелері істен шығады. Бұл оны өлімге әкеледі. Айтпақшы, бұндай жағдайда адам қалыпты мөлшерінен 2 есе ұлғайып кетеді. Өйткені оның қан айналымындағы азот тері астына көпіршіктер түрінде жиналады. Сондай-ақ температура жайында ұмытпайық. Дәлірек айтсақ, ғарышта температураның болмауы жайында. Үстіңізде жылытатын ештеңе болмағандықтан сіз қатып қалар едіңіз. Сондай-ақ күннен келетін зиянды ультракүлгін сәулелер туралы ұмытып кетпейік. Бізді қорғап тұрған жердің магнитті өрісі мен атмосферасыз бірнеше секунд ішінде ультракүлгін сәулелердің әсерінен күнге күйіп кетуге болады. Спутниктер туралы айтатын болсақ, Иса алейхиссалам түсіп келе жатқанда, оны спутниктік радарларында бірінші болып кім анықтайды екен? ақш па, Ресей ме, әлде Қытай ма? Бұнымен не айтқымыз келеді? Осындай көзқарасты ұстану пайғамбарлардың абыройына нұқсан келтіреді және оларға деген құрметсіздік болып саналады. Өделенген Мәсіхтің алейхиссалам ұлы міндеттерінің бірі Алланың пайғамбарларының абыройларын қорғап, оларға тиісті құрмет көрсету болғанды. Әзіреті Исаға қатысты ол былай деп жазады: біз Исаға, оған Алланың сәлемі болсын, асыл сеніммен сенеміз деп оқырмандарымызды хабардар етеміз. Ол Алланың хақ пайғамбары болғанына біз шын жүректен сенеміз және Алла оны жақсы көрген. Қасиетті Құранда айтылғандай, ол өзін құтқаруы үшін біздің қожайынымыз және әміршіміз Мұхаммед Мұстафаға саллаллаху алейхи уассалам шын жүректен сенгеніне сенімдіміз. Ол Муса шариғатының жүздеген мойын сұнған қызметшілерінің бірі болған. Сондықтан біз оны жоғары мәртебесіне сай аса құрметтейміз. Алла құдіретті. Онда неге ол Исаны көктен түсіре алмайды? Біреу айтуы мүмкін: Алланың құдіреті шексіз ғой. Неліктен Аллаға табиғаттың барлық заңдарын бұзып, таң қалдыратын ғажайыпты көрсетпеске? Оған не кедергі деп? Бұл мүмкін емес, бұған бірнеше себеп бар. Біріншіден, Алла тағала Құранда былай дейді: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Алланың әдетінен әсте бір өзгеріс таба алмайсың. Алланың әдетінен әсте бір өзгешілдік таппайсың.
Егер Исаға дейін бір пайғамбар аспанға көтеріліп, немесе аспаннан түскен болса, онда бұл прецедент, яғни өткенде орын алған жағдай болар еді. Сондықтан бұндай ғажайып жоғарыда айтылған аятқа қайшы келмес еді. Алайда адам ата заманынан бері осындай ғажайыпты орындаған бірде-бір пайғамбар болған жоқ. Бұндай ғажайыптарды көрсету Алланың әдетінде болған емес, демек болмайды да. Өйткені Алланың әдетінен өзгеріс таппайсың делінеді аятта. Екіншіден, Алла тағала өзі жаратқан заңдарға тәуелді емес. Алайда егер ол өз заңдарын бұзса, бұл оның заңдарының мінсіз еместігін білдіреді. Яғни Исаның көкке көтерілу ғажайыбын көрсету үшін ол өзінің заңдарын бұзуға мәжбүр болған болып есептеледі. Бірақ бұнда мұсылмандар үшін ең үлкен мәселе, олар бұндай ғажайыпты ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрсеткен кереметімен қалай үйлестіре алады? Меккенің мүшриктері ардақты пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам дәл осындай ғажайыпты талап еткен. Аспанға көтеріліп, оларға белгі ретінде аспаннан кітап түсіріп бер деп. Сонда Алла тағала ардақты Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам оларға былай жауап беруді бұйырды. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Айт, Раббым пәк, мен елші болсам да жай ғана адаммын. Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құдайдың елшісі болғанына қарамастан, ол жай ғана адам екенін, сондықтан бұндай талаптар адамның сипат қасиеттеріне қайшы келетінін айтты. Сонда Әзіреті Иса алейхиссалам ардақты Мұхаммед пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам асып түскені ме? Иса адами сипаты жағынан қарапайым адам ба, әлде ерекше адам ба? Тіпті егер жақын арада Иса алейхиссалам жерге түсуі керек деп есептесек те, бұл оның көкте 2000 жылдан астам уақыт бойы өз денесінде тірі болғанын білдірер еді. Мұндай пікірді қабылдау біздің мұсылман бауырларымызды тағы бір үлкен мәселеге ұшыратады. Өйткені бұл қасиетті Құранға айқын қайшы келеді. Мысалы, Алла тағала айтады: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. Мәриямның ұлы Мәсіх бір елші ғана. Одан бұрын да елшілер өмірден өткен. Оның анасы шыншыл болған. Екеуі де тамақ жейтұғын. Қасиетті Құранда Иса мен оның анасы тамақ жеген деп анық айтылған. Бұнда өткен шақтың қолданылғандығы және Исамен бірге оның аяулы анасы ескерілгені сөз өтіп кеткен заман жайында айтылғанын дәлелдейді. Аятта олар тамақ жейтұғын делінеді. Демек, қазір олар тамақ жемейді. Мәриямға келетін болсақ, ол қайтыс болғандықтан енді тамақ жемейді. Сөйлемдегі етістік сөз етілген екі адамға қатысты қолданылған. Яғни екеуімен де сондай жағдай болған дегенді білдіреді. Аятта араб тілінде кәна якуляни делінеді. Бұл құрылым белгілі бір әрекет енді орындалмайтын жағдайларда қолданылады. Оны истимрар деп атайды. Мысалы, егер біреу бұрын футбол ойнаған болса, бірақ енді ойнамаса, онда осындай сөз құрылымы қолданылады. Алайда Исаның алейхиссалам көкте әлі тірі екеніне сенетіндер үшін ол аспанда тамақсыз тірі жүргендігін білдіреді. Бірақ бұл қасиетті Құранның аятына айқын түрде қайшы келеді. Қасиетті Құранда пайғамбарлар туралы нақты былай делінген: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. Біз олардың денелерін тамақ жемейтін қылмадық, және олар ажалсыз мәңгі өмір сүрмеді. Демек, Иса алейхиссалам ерекше адам болмаса, 2000 жыл бойы тамақсыз өмір сүре алмас еді. Және қасиетті Құранда ол тамақ жейтұғын делінеді. Яғни өмір сүру үшін ол басқа адамдар секілді тамақ жеуге мұқтаж болғанды. Иса алейхиссалам осы жылдар бойы көкте әлі тірі деген идея тағы бір мәселе тудырады. Яғни адамның табиғи қартаю құбылысына және соның салдарынан адам қабілеттерінің өзгерісіне ғажайып түрде ұшырамауы. Бұдан тіпті ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи уассалам құтыла алмаған. Қасиетті Құранда айтылады:
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون Ал кімге ұзақ ғұмыр берсек, оның дене бітімін кішірейтіп, ақыл есін азайтамыз. Олар бұны түсінбейді ме? Сонымен егер Иса көкке көтерілген дене бітімімен қайта оралатын болса, онда осы уақытқа шейін оның дене бітімі, ақыл есі, адами қабілеттері ешқандай өзгерістерге ұшырамағанды. Демек ол жоғарыда айтылған, Алла тағала айтқан құбылыстарға тәуелді болмағаны ма? Қысқасы, Әзіреті Исаны алейхиссалам аспанда әлі тірі және ол өзі қайтып келеді деп санайтын адам, жоғарыда аталған барлық мәселелерді ескеретін болса, мына екі тұжырымның бірін таңдауы керекті. Исаның аспаннан тура мағынада түсуі қасиетті Құран аяттарына қайшы келіп тұрса да, ол бәрібір аспаннан түсіп, Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам ізбасары болып келеді. Немесе ол қарапайым адам емес, оның бойында адами қабілеттерден жоғары қабілеттер, одан басқа бірде-бір адамға, тіпті ардақты Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам берілмеген қабілеттер бар деп ширкке жол ашып беру қалады.